Assalamualaikum құрметті көрермендер. Бұл видеода біз не көреміз? Пияздың дәндерін қалай егу жөнінде нұсқаулық. Осындай контейнер болады. Биіктігі шамамен 5-6 сантиметрлік контейнер. Ләжі болса 10 сантиметрлік контейнер алған дұрыс екен. Астына биогумус салдым және үстін құммен кішкентай құмды төседім да пияздың дәндерін ара қашықтығы 1 сантиметр жасап салып шықтым шамамен. Енді не істейміз? Төбесіне 1,5 сантиметрдей биогумус салам және ылғалдап қақпағын жауып қоятын боламын және пияздың өніп шығуын күтемін. Шамамен өніп шыққан кезде не істеймін? Қақпақтарын барлығын алып тастаймын. Көрсетіп өтетін болсам, қараңыздар, биогумусты алып, жаңағы пияздың дәндерінің үстінен салдым. Және тегістеп, азырақ тегістейміз. Шпательдің көмегімен асықпай, және астындағы дәндерді қозғалтып жібермеу керек. Сосын азырақ ылғалдап, бұл судың ішіне де биогумус салдым азырақ. Соны шайқап, тамшылатып, көп қажет емес деп ойлаймын. Осылай құйып шықтым. Сосын қақпағын жауып қоямыз. Дәндер өніп шығады. Өніп шыққан соң не істейміз? Қақпақты ашып тастаймыз. Қайсар? Молодец. Парня, сәлем деші. Сәлем. Қазақстан сәлем десеңші. Қазақстан сәлем. Пока десең. Пока. Жарайды. Вот сау саламат болыңыздар, мінекей. Осылай егіп жатырмын.